Сәлем достар, осындай кішігірім пицца пісіргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Өте дәмді, әдемі шығады. Ол үшін бізге 80 грамм маргарин, 20 грамм дрожж, шекер 40 грамм және тұз қажет 20 грамм. Осы өлшемді сақтап жасасаңыздар әдемі болып шығады. 1 литр жылы суға 1 ас қасық майонез саламыз, нанымыз жұмсақ болу үшін. Және бізде қатты маргарин болса, теркіден өткізген дұрыс, болмаса бөлме температурасында тұрған маргарин болса, онда жайлап қолмен қоссаңыздар да болады. Жаңа дайындалған барлық қоспаларды жылы суға араластырып алып, барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Осы норманы сақтасаңыздар әдемі болып шығады пиццаның тестісі. Барлығын жақсылап қамырдың қанша, яғни қоюланғанша ұн саламыз үстіне. Бір келідей ұн кетеді. 1,5 келі ұн. Әбден қанғанша басамыз. Көріп отырғандарыңыздай нанымыз осылай әп-әдемі болып шығады. 1,5 сағатқа бұқтырып қоямыз, қақпағын жауып жылы жерге. Көріп отырғандарыңыздай 1,5 сағаттан кейін осындай әдемі тесті пайда болады. Яғни кішігірім пиццаға 60 граммнан осылай барлығын стандарт қылып өлшеп аламыз. Сонда біркелкі пицца болады. Дайындап алған тестіміздің барлығын осылай дөңгелек қылып созып аламыз да, яғни сосисканы ораймыз. Осылай жақсылап орап алып, сосын барлығын дөңгелетіп кесіп шығамыз. Яғни дайын болғаннан кейін осылай табағына салып, үстіне жұмыртқаны жағамыз, беті қызарып, жылтырап пісу үшін. Яғни сосиска в тесте болып піседі. Қазір осыдан кейін пицца дайындайтын боламыз. Бұл жердегі маңыздысы тестінің әдемі шығуы, дәмді шығуы, өте жұмсақ шығуы. Мына жерде біз енді пиццаның бетіне жағатын, яғни соусын дайындап аламыз. Ол үшін көріп отырғандарыңыздай майонез, кетчуп қажет. Екеуін жақсылап араластырамыз. Араластырып, жаңа 60 граммдық тестіміздің ортасына осылай сосисканы орап, пирожки сияқты
жан жақтарын бітейміз. Сосын дөңгелетіп кесіп аламыз. Дөңгелетіп осылай бірнеше бөлікке бөлеміз. 8 бөлікке немесе 6 бөлікке. Сосын барлығын бір-біріне біріктіреміз. Өз фантазияларыңызды қосып неше түрлі пішін жасасаңыздар болады. Қызып тұрған пешке, яғни 180 градусқа 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Сол кезде